Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Әдеттегідей біз бүгін капуста тұздаудың екінші вариантын жасайтын боламыз. Осының алдындағы видеода мен сіздерге өзінің сөлінде дайын болатын капуста тұздауды көрсеткен болатынмын. Бүгін біз капустаны рассолда дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен 2 килограмм капуста, 1 сәбіз, қара бұрыш, лавр жапырағы, 2 ас қасық тұз, 1,5 литр су және 1 шай қасық қант керек болады. 1,5 литр немесе 1 литр, 1,5 литр суымызға 2 ас қасық тұзбен қантымызды салып, әбден ерігенше араластырып аламыз. Егер сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, қазір каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Өйткені келесі видеоларда капуста тұздаудың тағы да 2 әдісімен бөлісетін боламын. Капустамызды турағанша суда қантымыз бен тұзымыз еріп тұру керек болады. Осылайша дайын болған рассолымызды бір шетке қойып қоятын боламыз. Енді капуста мен сәбізімізді турауға кірісеміз. Капустамыз турауға ыңғайлы болу үшін кішірек бөліктерге бөліп алып, осылай жіңішкелеп тураймыз. Енді сіздер өздеріңіз қандай формада турағыларыңыз келеді, сол формада турасаңыздар болады. Одан соң сәбізімізді осылай пышақтың көмегімен ұсақтап турап аламыз. Енді капуста мен сәбізімізді үлкен ыдысқа салып, үстіне 2 түйір лавр жапырағын саламыз. Және қара бұрышымызды салып, қолымызбен ақырындап араластыратын боламыз. Қатты баспаймыз. Осылай ақырын қолымыздың көмегімен әбден араластырып аламыз. Қатты мыжғыламаймыз. Мінекей менде осындай банка пластиковый. Осы банкаға қазір салатын боламын. Сіздер өздеріңіз шыны банкаға немесе басқа үлкен ыдысқа да каструль сияқты ыдыстарға салсаңыздар болады. Енді осы банкаға қатты нығыздамай басып бәрін салып аламыз. Енді дайындап қойған суымызды банкаға құямыз. Араластырып банкамызға капустаның үстіне құятын боламыз. Суымызды құйғаннан кейін шамалдан соң қайтадан басып, уже капустамыз түсе бастайды. Кішкене нығыздалып, банканың ішіне өзі түсе бастайды. Сосын тағы да жаңа қалған капустамызды саламыз. Егер су аз болып қалса, үстіне тағы да кішкене құйып жіберіңіздер.
Енді осы банкамызды бетін жауып қойып қоямыз. 3 сутка тұрады, бірақ 3 сутканың ішінде шпажкамен қайта воздух шығарып отыратын боламыз. Бүгін 3-ші сутка кетті. Капусталарым қызарып жатыр мінекей. Мінекей осы капустамызды маринадтағы 3 күн ішінде 3 сутка тұрады. Сол 3 күн ішінде қайта бірнеше шпажкамен воздухын шығарып отырамыз. Міне 3 күннен кейін капустам менің дайын болды. Одан кейін капустама мінекей тағы да өздеріңіз білесіздер, енді мен жуа саламын, пияз салып, май құйып, міне қолдана береміз. Капуста өте дәмді, хрустящий. Капустаның пайдасының зор екен, денсаулыққа пайдасының зор екен бәріңіз де білесіздер. Сондықтан да осындай әдістермен капустаны дайындап қойсаңыздар болады. Қыстық уақытта, кез келген уақытта, керек кезде қол астыңызда капуста. Салатқа керек пе сізге, борщқа ма, гарнирге ме, любой уақытта дайын тұрады. Сондықтан да осы әдіспен жасап көріңіздер. Егер менің әдісім сіздерге пайдалы болып жатса, менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Әлі де 2 әдісті тағы да жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің каналымда менімен бірге болып видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналымда келесіде кездескенше сау болыңыздар.